Мен Серікбай Дилназ, 10 Б сынып оқушысы. Өз елімнің басы болмасам да, сайының тасы болайын деп, өзімді президенттікке ұсынып отырмын. Егер мен мектеп президенті болсам, мектеп болашағы өзіміздің қолымызда, мектебіміздің көркеюіне бірге атсалысайық. Әуелі өзін түзетпеген адам қалай мектепті түзейді? Егер жастар талпынбаса, үлкендер қолдамаса, біз өз жағдайымызды түзете алмаймыз. Мектеп президенті болу әрине оңай емес. Ол үшін адам бойында шыншылдық, шыдамдылық, сарқылмас білім болуы қажет. Адам бойынан табылуға тиісті көптеген адами қасиеттерді бойыма сіңіру үшін және сарқылмас білім алу үшін бар күшімді саламын. Менің басты бағытым мектеп оқушылардың білімге деген қызығушылығы, мұғалім мен оқушы арасындағы жақсы қарым-қатынас. Мен өнер саласын жақсы көргендіктен іс-шараларды көп өткізгім келеді. Мектептегі әр күнді есте қаларлықтай етіп өткізу өз қолымызда. Және неше түрлі дебат, спорт, мәдени шараларды ұйымдастырамын. Біздің мектептегі балалардың қолынан барлығы келетініне сенімдімін. Егер де